достар, сіздермен бірге Алихан Про. Енді мен бүгін Майнкрафттағы топ 5 керемет постройкаларды көрсетемін. Онда кеттік достар. Осы видеодағы бізде ең бірінші постройка. Бұл постройкада осындай өте күшті бір шкаф. Бізге де осылайна астына заттар еще былай киім кидіріп қойса болады. Броня сондай. Ал жарайды, енді мен сіздерге көрсетейін ол қалай жасалатынын. Бізге ол үшін осындай заттарды алу керек. Қараңыздар. Біз осындай заттарды алып аламыз. Міне достар, біз алдық. Енді біз осы жерге бұлай осылай жасаймыз біз достар. Қараңыздар, енді бізге ең бірінші мынандай любой шалкер блокс керек. Сосын бізге осындай бір зат. Бізге осындай бір манекен. Өзіңіз білесіз, оған қандай поза керек. Енді бізге осылай бірдеде жасау керек. Біз бұлай, оның ішіне су, сосын оны бұлай. Енді біз броняны бояймыз, достар. Ең бірінші мынау. Мынау, сосын мынау. Не, достар? Сосын оған осылай кидіреміз сосын оны. Еще бізге оның мынандай ботинки қалды. Бұл міне біз енді жасадық, бұны енді құлатамыз. Енді тағы да бізге осындай керек. Бірақ тағы да бізге бірдеде істеу керек онымен. Оны просто құлата салмаймыз, бір басқа шағып. Қараңыздар. Бізге ол үшін осындай поршень керек, және де бұлай, еще мынандай. Бізге де осыны қоямыз, сосын мынаумен бұлай итереміз. Сосын барып біз оны құлатамыз. Сосын бізде ол ортасында тұрады. Енді біз тағы да бір осындай манекен аламыз да. Стойка для брони. Сондықтан тағы да кидіреміз. Ой, мен өзіме киіп алдым. Ал жарайды, енді бізге осындай, сосын бұлай. Ой, неменеме де киіп ала беремін. Ал жарайды достар, енді біз бұны бұзамыз. Міне достар, бізде осындай өте күшті шкаф шықты. Міне бізден жасап біттік. Енді бізге мынандай заттар керек. Қараңыздар. Осылай үстіне қоясыз да, сосын бізге люк керек осындай. Өзіңіз білесіз, қандай люк сізге ұнайды, соны қоясыз. Міне біз сосын оны аламыз да, ой, бұлай жабамыз сосын оны. Ой, менде қате кете береді. Жарайды достар, міне осылай. Жоқ, мен дұрыс емес қойдым. Осылай. Міне достар, бізде осындай өте керемет бір шкаф шықты. Бізге де давайте осылай ішіне қоя салайық, уже керек емес бұл заттар. Қоя саламыз осылай. Что-то қойылмайды мынау. Жарда, өткен уже ол керек емес. Міне достар, осындай бізде өте керемет шкаф шықты. Ал ода келесі постройкаға кеттік. Міне достар, осы видеода енді екінші постройка. Бұл осындай өте күшті төсек, және ода осындай жастықтар бар. Ал ол үшін бізге оны жасау үшін осындай аз заттар керек. Ол де мына шкафтан оңайырақ жасау, Ал жарайды, онда біз оны жасауға кірісейік. Бізден осылай бір тағы да бір стена жасаймыз. Осылай, бәле қылып. Осындай болады, қазір енді біз одан көріп алуымыз керекпіз. Бізге осылай мынандай размердегі стена қоямыз біз. Қараңыздар. Сосын бізге мына жерді қазу керек. Достар, қазамыз. Сосын бізге мына жер бір блок. Бұлай емес, бізге бұлай. Сосын біз қалай сонда? Қазір мен мына жерде көріп алайын. Бізге бұлай қою керек. Қараңыздар. Бұлай және де бұлай. Енді біз оларға мынандайды құлатамыз. Сосын біз, қате, достар. Осылай бізге деген керек. Сосын біз осындай поршеньді аламыз да, соны итереміз ана жерге. Міне, бұлай біз итереміз. Сосын бізде дайын болды. Сосын бізде мына жерге бір төсектер өңкей. Сосын де. Қазір мен көрейін достар. Міне осылай бізге жасау керек. Мына жерді бұлай жабамыз біз. Және де мына жерді. Міне. Сосын бізге мына жерді бұза тұру керек. Енді бізге мына жерге бұлай қоямыз. Ал сосын бізде керемет төсек дайын болды. Достар, осындай бір керемет мебель жасаса болады Майнкрафтта. Қараңыздар.
күшті төсек және де ода ұйықтаса болады. Иә, онда біз келесі постройкаға кеттік. Постройка ол да осындай шкаф, бірақ енді ол одан да күштірек. Иә, достар, бізге осылай заттарды қойып қойса болады, или тығылып қалса болады. Ал жарайды, онда біз оны қалай жасайтынын көрсетейік. Бізге 5 зат керек. Иә, ол өте оңай. Жарайды, онда біз тағы да былай стена жасаймыз. Былай, сосын былай. Міне, бізге де осылай стена жасау керек. Міне, сосын біз оның астына осылай қоямыз. Сосын біз не тағы да? Тоқтаңыздар. Иә, бізге есік керек енді. Бізде былай есікті қоямыз осы жерге. Міне, бізде есік дайын. Енді біз бұны былай. Ой. Бұны былай. Осылай жасаймыз. Былай. Және де оның үстінде жабу керек бізге. Иә, міне. Сосын бізде күшті шкаф. Жоқ, бізге де еще мына жерін істеу керек. Иә, бізде мына жерін... Ой, мен не тот жерді тестім. Біз осы жерлерді тесеміз да, біз ағаш қоямыз. Сосын біз осылай да өте күшті шкаф шықты. Және де жасау оңай. Сіз өзіңіздің выживаниеңізді жасаса болады, ал жарайды. Онда келесі постройка ол осындай өте күшті телевизор. Иә, достар, бізге осындай бір заттар керек. Ол телевизорды жасау үшін бізге қараңыздар, осындай өңкей заттар. Бірақ бізге узор кирпичная кладка деген керек. Сіз басқасын алсаңыз болмайды. Бізден осылай жасауға кірісейік. Бізге бірінші осындай размердегі стена жасау керек. Біз осылай, және де біз былай жасайық. Жарайды, достар. Осындай размер болатын сияқты осы телевизорға. Енді бізге не тағы да? Бізге тағы да осындай 2 блок биіктікте тұрған бізге телевизор керек. Тоқтаңыздар. Бізден осылай қара бетонды аламыз да, мына жерге қоямыз. Қараңыздар. Осылай біз оны қоямыз. Тоқтаңыз. Бізге бірдеңе жетіспейді. Мына жерге осылай. Сосын біз осылай бір мынандай. Еще бізге тағы да не керек? Иә, осындай. Мыналарды жабу керек, артындағыларды. Міне, бізден ол үшін рычагты алып, ой. Мынаны да солай жабайық. Зат керек сияқты. Немене мен не тот жаптым да? Иә, не тот жапқан сияқтымын. Осылай. Енді жабылды, қараңыздар. Енді бізге не керек? Иә, кнопка. Мен сандыққа салуды ұмытып кеткен сияқтымын. Өйткені ол телевизор бізге қосатын кнопкасы керек қой. Міне. Осылай қоямыз. Сосын бізге сері бетонды мына жерге қою керек сияқты. Иә. Былай. Иә, осындай жерге қою керек бізге. Сосын не тағы да? Сосын бізге осындай бір флаг. Иә. Узор жасау керек бізге. Ол үшін бізге осындай зат көмектеседі. Біз соны аламыз да, не сосын? Мынаны қоямыз. Сосын оған қара түсті бір бәле. Иә, осындай. Сосын оны былай жасаймыз. Міне бізде дайын осындай. Ой, бізге оны осылай қою керек. Және де мына жерге тағы да бір кішкентайлары. Сосын біз мынандай аламыз да, бұны былай осылай қоямыз. Не, достар, бізде дайын болайын деп қалған сияқты. Тағы да бізге көру керек, не жетіспейді. Иә, міне, достар, енді соңғы блок керек бізге. Бұл осындай. Біз енді бұны қоямыз да, сосын оны былай істейміз. Ал міне, достар, бізде дайын болды осындай күшті телевизор. Өздеріңіз карталарыңа қолданса болады сол керемет күшті телевизорды. Міне, сіздер де жасап алыңыздар. Онда келесі постройкаға көшейік. Достар, бұл осындай 5-ші соңғы постройка. Бұл осындай керемет компьютер. Ал жарайды. Онда бізге оны жасау үшін осындай бізге заттар керек. Онда менен қарап алыңыздар, қараңыздар. Бізге осындай заттар керек. Міне, ал енді біз осындай стена жасаймыз. Осындай размермен. Осылай. Сосын бұлай. Міне, осындай размер болу керек. Сосын бізге бұлай бір бәле. Иә. Бізге ден осылай енді стол жасау керек. Иә, достар. Бізден осылай столды жасап аламыз да. Сосын не, достар? Иә, бізге деген бірдеңе жетіспейді. Иә.
бізге де мынандай жетіспейді ғой. Міне, сосын біз мынаумен мынандай жасаймыз, қараңыздар. Оны жасау оп-оңай, экранды. Ол үшін бізге осындай зат керек, сосын біз бұны қоямыз. Біз осылай рамканы аламыз да, сосын тағы да бізге бірдеңе жетіспейді. Бізгеден ортасына сызық керек. Міне, болды. Енді біз мына жерге жасай саламыз. Или сол жерге. Жоқ, бізге бұлай жасау керек ровно. Міне, бізге енді мынандай керек, қараңыздар. Біз мынандай қоямыз да, осы жерлерге мынандай. Сосын біз мына жерге гүл. Өзіңіз білесіз, не қоясыз оның жанына. Міне, достар, бізге осындай болу керек. Міне дайын болып бізде осындай өте керемет 5-ші және міне осындай бір керемет постройкалар болды бүгінгі видеода. Постройкалар ұнаса, сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма жазылыңыздар, лайк басыңыздар, және де комментарий жазыңыздар. Онда сау болыңыздар, достар.